Соқтан мұсылман пайдасыз іспен айналыссақ, дұшпан күледі бізге. Сыртымыздағы дұшпан бізге қарап күледі. Бастары істемейді деп айтады бізге сырттан. Пайдасыз істермен айналысып жатыр. Ешқайсысы жарқын болашаққа апаратқан жоқ оның. Ешқайсысына келесі келетін буынға, келесі Құдай сүйетін қылықты әкелеткен жоқ. Оның бәрі босқа кетіп жатқан нәрселер, босқа кетіп жатқан талант, босқа кетіп жатқан, заяға кетіп жатқан дарындар, заяға кетіп жатқан өнерлер болады. Мұсылман бұндай нәрселермен айналыспайды. Мұсылман пайдалы нәрсемен айналысады. Ақыреттегі болашағың болсын, жердегі болашағың болсын да, сен сол мықты болашаққа қарай пайда әкелетін нәрсемен айналысу керексің. Балаңды тәрбиеле мықты қып. Міне, айналыс, балаңа Құран оқыт, Құран жаттат, балаңа садақ атқыз дегендей нәрселер. Көзі де тәрбиеленсін, атқа шаптыр, пайдалы нәрселер. Оның денсаулығына да, рухына да, тарихына да, күллі нәрсесіне пайдалы. Пайдасыз нәрселермен болмайды. Күллі теледидардағы нәрсенің бәрі бізді пайдасыз адам қылып тәрбиелеп шығару болды. Бізде ата-әжелер, мысалы, ата-әжелерімізде отырады. Бір жаңағындай бір сериал басталады, аяғына дейін анау сериалмен бірге өмір сүресің. Мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Бірақ ол не береді ол? Не береді? О жақта Құдайға сәжде жасауды үйретіп жатыр ма? Аллаға адалдық бір қасиетті үйретіп жатыр ма? Не үндінің бірдеңкесін көрсетеді, не кәрістің бірдеңкесін көрсетеді. Мынандай қасиетті Құранымыз, өзіміздің мықты тарихымызда тұрған нәрселер болғанда, не керек еді оларға, бізге олардың мәдениеттерінен? Не бергелі тұр ол? Не үйретпекші олар бізге? Осыған ақылымыз жетпей тұр ғой біздің. Соны көреміз ғой, сүйсініп біз. Бізде қандай ақыл бар десе, сен осыдан кейін өзің ойла. Бізге әркім келіп өзінікін сына берсе, біз қандай халық боламыз онда? Соны біз көре берсек, біз көре бергеннен кейін бала неге көрмейді оны? Сөйт балаңа қайтып ұрысасың. Міне, күллі нәрсе осылай жұғады. Пайдасыз нәрселермен айналысып жатсыңдар.